Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге бір қамырдан екі түрлі өте дәмді болып шығатын хачапури дайындап көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, мені қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысқа жылы су, жылы сүт, жұмыртқа, қант, тұз, ерітілген сары майды құйып, ең соңынан дрожжімізді салып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп қосқанымыз дұрыс, себебі електен өткен ұн ауа алмасып өте жақсы көтерілетін болады. Бізде видеодағыдай жұмсақ қамыр шығуы қажет. Қамырымыздың бетін жауып, шамамен 1-2 сағатқа көтерілгенше жылы жерге қалдырамыз. Қамырымыз көтерілгенше сырды осылай үкіштен өткізіп аламыз. Менде осындай сұлу көне сыры. Енді осы қамырды теңдей 3 бөлікке бөлеміз. Қамырымызды тура видеодағыдай етіп жайып, онан соң біздің сырымызды осылай домалақтап қойып, видеодағыдай жан-жанын жинап шығамыз. Жақсылап мықтап бекіткен дұрыс, себебі ашылып қалса, біздің қамырымызда сырда күйіп кетуі мүмкін. Алдымен осылай қолымызбен жайып, онан соң оқтаумен жайып аламыз. Екінші қамырымызды да бірінші қамырдың қалыңдығымен бірдей етіп жайып, онан соң сырды осылай екі шетіне қойып шығамыз. Тура видеодағыдай алдымен бірінші қамырды түйреп, онан соң тағы бір айналдырып аламыз. Жақсылап жауып алғанымыз дұрыс, болмаса сырымыз ағып кетуі мүмкін. Екінші біздің хачапурийіміз осылай қайықтың формасына кішкене келеді. Тура видеодағыдай етіп түйіп аламыз. Хачапуриларымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, шамамен 180-200 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Пісуіне шамамен 1 минут, 2 минут уақыт қалғанда бір хачапурийіміздің бетіне осылай жұмыртқаны жарып, тағы да 1-2 минут пісіреміз. Піскен соң осылай бетіне май жағып шықсаңыздар болады. Хачапуриларымыз өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Егер де сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, мені қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Балзия ас болсын.